Түркістанда күшейтілген рейд. Өңірден келген қызметкерлермен бірде-бір ондай аптешке аңғартушылық жоқ деп хаттама рәсімделген емес. Рәсімделмейді да. Еліміздің 3 өңірінен келген полициялар жол қауіпсіздігін қалай бақылауға алды? Бір тәулікте 1600 құқық бұзушылық, тәртіп сақшылары қандай заң бұзушылықтарды анықтады? Жүргізушілерді ескерту ме, әлде қатаң жаза ма? Түнгі рейд, тосын тексеріс және нақты деректер бірер сәттен соң. Ал бойыңызда полиция департаменті жеке құрамымен өзге облыстан келген күш құрал сақтастырылды баяндап тұрған полиция полковник Асқаров. Түркістан облыстық полиция департаментінің алды сапқа тізілген тәртіп сақшылары, еліміздің әр өңірінен келген мамандар. Бүгін олар күшейтілген режимдегі ауқымды рейдке шығуға дайын. Қызмет барысында барынша мұқият және ұқыпты болыңыздар. Жеке қауіпсіздік шараларын сақтауды қажет деп айтамыз сіздерге. Түркістан қаласында қоғамдық қауіпсіздікті арттыруға бағытталған профилактикалық іс-шара басталды. Бұл жолы өңірге Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда облыстарынан қосымша полиция күштері тартылған. Бұған дейін Шымкентте өткен бақылау жұмыстары енді Түркістанда жалғасуда. Жалпы қорқудың қажеті жоқ. Қазір таңда орналастыру жоспарын жасадық. Түркістан қаласының өзінде республикалық жолдарымызға Кентау қаласына бағыт алып отыр. Жиын басшылықпен бұйрық беріледі. Қоғамдық тәртіппен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қызметке түсуге, азаматтармен сөйлесу кезінде ілтипаттылық танытуға. Одан кейін қазіргі өзге облыстардан келгеннен кейін патрульдік полиция саптық құрылымдар кеткеннен кейін арыз шағымдар түспеуіне жол бермеуге сол бойынша нұсқаулық жиын өткізіледі. Рейдке ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің өкілдері де қатысуда. Негізгі мақсат жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзатын жүргізушілерді анықтау, әсіресе жылдамдықты шамадан тыс арттыру, қауіпті маневр жасау және жаяу жүргізушілерге жол бермеу деректері қатаң бақылауда. Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары және жүргізушілер барлықтарыңыздан жолда жүру ережелерін қатаң сақтап, абай болуларыңызды сұраймыз. Бұған дейін Шымкент қаласында 3 күндік рейд жүргіздік. Ол жақта да осындай жақсы жұмыстар жүргізілді. Жоспарлы түрде басталған рейд алғашқы тәулікте нәтижесін көрсетті. Бір күн ішінде 1600-ден астам құқық бұзушылық анықталып, 129 көлік айыптұраққа қойылды. Олардың ішінде ұялы телефон пайдалану, жүргізуші құқығынсыз көлік басқару, қызыл жарыққа өту деректері жиі тіркелген. Құрметті көрермендер, дәл қазір сәтте мына өздеріңіз көріп тұрғандай, мына Түркістанның айналма жолында тұрмыз. Бұл жерде мына құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты профилактикалық жедел іс-шарасының басында тұрмыз. Арт жағында Қызылордадан келе жатқан көліктер мен мына жақтан Шымкенттен келе жатқан көліктерді тоқтатып, құжаттарын тексеріп, сондай-ақ басқа да құқық бұзушылықтың алдын алуға профилактика ескерту үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мәселен, Түркістан қаласындағы Бекзат Саттархан көшесінде жүргізу құқығынан айырылған азамат қайтадан көлік тізгіндеген, заңды өрескел бұзған жүргізуші жауапкершілікке тартылды. Бұл Түркістан қаласы айналма жолы. Өзбекстаннан келе жатқан жүргізуші тәртіп бұзған. Тексеру жұмысы қыза түсті. Құжатын көрсеткен бір жүргізушіні сөзге тарттық. Негізі Түркістанда жүргізіледі. Әр пятница күні, суббота күні жүргізіліп тұрады. Қаланың ішінде. Құжаттардың барлығын реттеп дайындап қойып. Ол өзіміз үшін ғой. Жалпы жедел профилактикалық іс-шарасы біздің елімізге қандай пайдасы бар деп ойлайсыз? Дұрыс деп ойлаймын. Не себепті? Енді қазір көп қой енді болатын жағдайлар. Өзіңізді білесіздер. Интернет жүйесінде не болып жатыр, бәрі қазір әйгілі болып тұр. Одан кейін мынау жаңағыдай білесіз бе, бұрын соң қазір базарларда білесіз қымбаттап жатыр, жай огнетушитель, жан-жақ неше түрлі нәрсе техникаларды қымбаттатып жатыр. Осыған байланысты не айтасыз өзіңіз? Жеке көрермен ретінде. Оны білмеймін, бұл машинаның өзінде келген, бәрі өзінікі бар еді. Негізі болу керек қой, дұрыс па огнетушитель? Өзі үшін ғой. Рейд Бәйдібек ауданында жалғасты. Құрметті көрермендер, міне рейд шараның міне жалғасы. Қазіргі сәтте біз Бәйдібек ауданы Қызыл көпір деген жерде тұрмыз. Міне Екпінді деген ауыл деп аталады. Оң жағында ары қарай Қызылорда, міне
арт жағында былай Бәйдібек ауданы, Созақ ауданына жүретін күре жол, міне Шымкент бағытында жүретін ең басты жолдың бірі. Қазіргі сәтте Қызылордадан келген полиция қызметкерлері күшейтілген режимдегі жедел профилактикалық іс-шара жалғастырып жатыр. Міне көліктер тоқтатып жатыр. Анау сіздер айтқандай жаңалдегі аптечка, дәрілер қобдишасын немесе жаңалдегі өрт сөндіру құрылғысын ашып жіті тексеріп жатқан жоқ. Құжаттарды бастысы күмәнді көліктерді тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Міне көздеріңіз көріп тұрғандай, міне 1 минуттың ішінде құжат дұрыс болса, армен қарай әркім өз жұмысымен, өз үйіне, өз жанұясына оралып жатыр. Құрметті көрермендер, ешқандай даурығатын еш нәрсе жоқ бұл жерде. Барлығы заң аясында, заң және тәртіп тұжырымдамасы аясында жасалып жатқан дүние. Міне біз тұрған қазіргі сәтте құжаттар тексеріп жатыр. Мен қазір көрермендердің өздерімен де сұхбаттасайын, жүргізушілермен сұхбаттасайын, не дейтінін білейік қазір. Көке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Аман. Сіз не, осы кісінің жанында отырсыз ғой, Иә. Жалпы рейдтік шараға байланысты өзіңіз естіп, әлеуметтік желіден көріп байқаған шығарсыз. Ештеңе байқаған жоқ. Жалпы мына жерде ең алғаш рет көрген шығарсыз, сосын 5-6 полиция тұрғанын. Бірінші рет көрдім. Жалпы қалай ойлайсыз өзіңіз? Мынау құжат тексеру, күшейтілген рейд дегенге байланысты ойыңыз қандай? Ойым ештеңе жоқ, білмеймін мен. Шофер болмаған екен. Жүргізушілер құжатты дұрыс Пайдалану керек қой. пайдалану керек қой, негізі. Дұрыс. Көке, ассалаумағалейкум. Сізді не себептен тоқтатып тұр қазіргі сәтте? Қазір бағана рейд қой, сол жөнінен шығар. Сол жөнінен басқа жоқ. Құжаттардың барлығы дызың ғой, Жақсы. бәрін көрсетіп. Алып кет. Артық сұрақ ешқандай жаңалық жұрттар айтып агнет түшітілді қайта тексеріп сосын тексеріп жатыр. Сол қаншалықты рас? Өз көзіңізбен көрген картинаны айтып беріңізші. TikToktан көріп жатырмын. Былай енді бірінші рет кездесіп тұрмын енді. Былай енді шлеймен неге шыға бермеймін, ана жағдай болған екен, ана шықты да. Қызылорда облысынан келген полиция қызметкерлері жүргізушілердің құжаттарын тексеріп түсіндіру жұмыстарын да жүргізуде. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқаулығына сәйкес Түркістан өңірінде рейдтік іс-шаралар жүргізудеміз. Рейдтік іс-шараның кезінде көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізушілер, автокөліктерінің алдыңғы бүйір терезелерін қараңғылап алған жүргізушілер, одан да бөлек басқа да құқық бұзушы, яғни көлік басқару кезінде ұялы телефонға алаңдаған, қауіпсіздік белгісін тақпай автокөлік басқарған құқық бұзушылар анықталуда. Оларға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес тиісті хаттамалары рәсімделуде. Халықтың қатты қорқатын ештеңесі жоқ. Біз тарапынан басқа өңірлерден келген полиция қызметкерлері, патрульдік полиция қызметкерлерімен ондай огнетушитель, аптечка дегенде тексеріліп, олар хаттама рәсімделген жоқ. Негізінде автокөлікте болуға тиіс заттар, ол жүргізушінің өзінің жеке басына қажетті дүниелер. Огнетушительдеріміз автокөліктен өрт шыққан жағдайда сөндіруге, ал жаңа аптечкаларыңыз қандай да бір жол көлік оқиғаларында қансыраған азаматтар болса, жаңағы алғаш жәрдем көрсету үшін керек дүние. Негізгі былайынша келгенде ол заттардың жоқ болуына байланысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 590 бабымен хаттама рәсімдеуге жатады. Алайда біздің осы өңірге рейдтік шаралармен келіп жатқан үш өңірден келген қызметкерлермен бірде-бір ондай аптечка огнетушитель жоқ деп хаттама рәсімделген емес. Рәсімделмейді да. Тек ондай болмаған жағдайда түсіндірме жұмыстарын, ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Ал халықаралық маңызы бар Батыс Қытай, Батыс Еуропа автожолына арнайы жарық және дыбыс сигналдарын заңсыз орнатқан жүргізуші анықталды. Көлік айыптұраққа қойылды. Мамандардың айтуынша мұндай бірлескен рейдтік тәжірибе алмасуға мүмкіндік беріп қана қоймай, өңірдегі жол қауіпсіздігін жаңа деңгейге көтереді екен. Профилактикалық шара 23 мен 26 сәуір аралығында өтеді. Тәртіп сақшылары жүргізушілерді жолда мұқият болып, ережелерді қатаң сақтауға шақырады. Ал күшейтілген бақылау алдағы күндерде жалғасады.